Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дәмді салат, мимоза салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге картоп, сәбіз, жұмыртқа, ет қажет болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай картопымызды жұқалап турап алып, майда кубик қылып турап шығатын боламыз. Өте дәмді салат, кез келген қонақты жасап күтсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай барлығын кубиктап турап алдық. Ендігі кезекте сәбізімізді де дәл солай майда қылып теркадан өткізсеңіздер де болады, немесе осылай ұсақтап кубиктап турап алсаңыздар да болады. Осылай үстін тағы да майдалап ұсақтап пышақпен басып шықсаңыздар болады. Енді кезекте жұмыртқамыз. Ағынан сарысын бөліп аламыз. Ағын осылай майда кубиктап турап аламыз. Енді кезекте етімізді тураймыз. Етімізді дәл солай ұсақтап, жұқалап осылай кесіп алып, кубиктап турап шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де қонақтарыңызға дәмі ұнайтын өте ерекше салат. Және дайындалу жолы өте оңай. Және мен жұмыртқаны осылай қасықпен езетін боламын. Арнайы езгіштеріңіз болса, езіп алсаңыздар болады. Осылай бір кеткі масса ретінде езіп алатын боламын. Және жүгері, горох, бетін әсемдеуге горохты пайдаланам. Аскөк пайдалансаңыздар да болады. Енді кезекте осындай ыдыс алып, мен барлығын жинайтын боламын. Осылай қасықтың көмегімен беттерін басып шығатын боламын бір тегіс қылып. Енді кезекте осындай кондитерлік пакетке майонез сығып бетіне жағып шығамын. Ендігі кезекте картопымызды салам. Картопымызды дәл солай қасықтың көмегімен басып, бетін бір тегіс қылып тегістеп шығып, және майонезімізді сеуіп аламыз. Енді кезекте сәбізімізді саламыз. Оны да қасықпен бір тегіс етіп тегістеп аламыз. Майонезімізді сеуіміз. Барлығының арасына осылай майонезімізді сеуіп шығамыз. Және жүгері салатын боламын. Жүгерімізді дәл осылай бір тегіс қылып салып, бетіне
сары жұмыртқаның сарысын осылай бір текстетіп қасықтың көмегімен басып салып шығамын. Және ең үстіне осы соңғы қоспасы жұмыртқаның ағын салып, барлығын осылай қасықпен басып шығамын. Бетін әсемдеуге ас көк пайдалансаңыздар болады. Мен горох қойып шығатын боламын бетіне. Енді кезекте осылай ыдысымызды көтеріп ала берсек болады. Бетін әсемдеуге осылай горох пайдаланатын боламын. Міне қараңыздар, біздің салатымыз дайын, өте дәмді, өте көрініс әдемі. Міндетті түрде жасап көріңіздер.